Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 111-ші сабақ есептік және реттік сан есім. Алдымен балалар біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты. Тасқа: «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің деген деп білемін» дейді. Ыбырай Алтынсариннен. Енді балалар, тапсырмаларға назар аударамыз. Жолаушылар қай жерде кездесті дейді. Мәтінді мұқият оққан болсаңыздар, жолаушылар бұлақтың басында кездесті деп тұр, иә? Бұлақ қандай екен дейді. Бұлақты біз тап-таза екен деп сипаттаймыз. Үшінші, бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты дейді. Ол жерде: «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазылған екен, иә? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді дейді. Адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де осы бұлақ секілді үлкейіп мұратыңа жетесің деген деп білемін дейді. Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Екінші жолаушы: «Осы бұлақ секілді басқаларға жақсылық жаса, алайда оны міндет қылма» дейді. Үшінші жолаушы: «Осы бұлақ секілді бойыңды таза ұста, жаман ойлардан, жаман әрекеттерден аулақ бол» дейді. Келесі, ақыл сөздің мағынасын топта талқыла. Балалар, біздер бұл сөздің мағынасын мақсатыңа жету үшін әрқашан тоқтамай, тынбай еңбек ет, және еткен еңбегің адал болсын, сол кезде арман мұратыңа жетесің деп жаздық. Сіздер өз нұсқаларыңызда жазсаңыздар болады. Келесі, мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр, бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсың дейді, иә? Балалар, бұл жерде бізде қарамен берілген сан есімдер 1, ол есептік сан есімге жатады, ал бірінші ол реттік сан есімге жатады. Енді ережені оқимыз. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді дейді. Қанша неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы 5, 6, 7. Ал нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Мысалы 5, 6, 7. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інжі жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Келесі 36-шы жаттығу мәтінді көркем жаз дейді. Балалар, мәтінді әдемілеп дәптерімізге көшіреміз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр, кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі дейді. Сан есімдерді тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат дейді. Балалар, сан есімдер бұл жерде бізде 2, 18 және 10-11. Қалай ойлайсыңдар, бұлар қандай сан есімге жатады? Бұлар есептік сан есімге жатады, иә? Егер де бізде реттік сан есім болатын болса, ол 2-ші, 18-ші, 10-ші, 11-ші деп берілетін еді, иә? Келесі 37-ші жаттығу реттік сан есімдерді сөз құрамына талда дейді. Балалар, дәптерімізге жазамыз. 1-ші, түбірі 1, інші жұрнақ, иә? 2, інші жұрнақ, түбірі 5, інші жұрнақ. Дәл осылай ажыратып шығамыз. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның 2 түрлі болу себебі түсіндір дейді. Балалар, оның себебі түбір сөз жіңішке дауысты дыбыстардан болса, оған жалғанған қосымша да жіңішке болады. Ал егер түбір сөз жуан дауысты дыбыстардан жасалса, қосымша да жуан дауысты болады дейміз. Келесі шығармашылық үзіліс 38-ші жаттығу. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жайлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың дейді. Не үшін кірді жинап алуын өтінді? Қандай себептері болуы мүмкін? Қандай нұсқалар жазуға болады? Мысалы, анашым далада жаңбыр жауып жатыр деуге болады, иә? Немесе анашым аспанды қара бұлт торлады, жаңбыр жаууы мүмкін дейміз. Немесе үшінші нұсқа, анашым далада қатты дауыл тұрып, айнала топырақ болып жатыр деп жазуға болады.
балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.